Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын және қайнап тұрған ыстық суда салып пісіріп алатын кереметтей жұмсақ булочканың рецебімен бөлісемін. Арасы піспей қалады деп ойламаңыздар, іші толығымен пісіп шығады. Ең алдымен қамырын ашытып дайындап қоямыз. Ол үшін бізге 150 грамм жылы сүт, 150 грамм жылы су және бұл жерде мен қант пен тұзды екеуін бірге қосып, ерігенше жақсылап араластырып алдым. Және осының үстінен құрғақ ашытқымызды қосып, біраз араластырып, ашытқымыздың сапалы екендігіне көз жеткізу үшін бетін жауып, жылы жерге 10 минутқа қоя тұрамыз. 10 минуттан соң ашытқымыз өздігінен көпіріп осындай қалыпқа келетін болады. Бұл біздің ашытқымыз сапалы деген сөз. Бір ас қасық сары май құйып және жұмыртқа қосамыз. Бұл жерде менде бір жұмыртқа және бір жұмыртқаның ақ уызы, бір сары уызын бетіне жаққанға алып қалдым. Жұмыртқасы ерігенше кішкене араластырып, үстінен еліктен өтіп дайын тұрған ұнымызды қосып, қамыр илеп шығамыз. Илеп жатқан қамырымыз тым қатты болып қалмау керек, жұмсақ көлемдегі қамыр илеп шығамыз. Менің қамырым осындай болып шықты. Енді бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше 1,5 сағат уақытқа қалдырып қойдым. Ашып шыққан қамырды ортасынан теңге 2 бөлікке бөліп алдым. Енді өзіме жаюға ыңғайлы болатындай тағы ұсақ бөліктерге бөліп дайындап аламын. Одан соң әрбір бөлігін қолымның көмегімен осылайша жуала жасап шығамын. Барлығын дерлік дөңгелектеп дайындап алдым. Енді қолымның көмегімен осылай ұзынша етіп екі қамырды қатар жасап алдым. Екеуін де біріктіріп, видеодағыдай өріп шығатын боламын. Бұлай ғана емес, өзіңізге ұнаған кез келген булочканың формасында жасасаңыз да болады. Мен осылай жасап дайындап алдым. Қамырымыз жұмсақ болғандықтан кішкене жабысқақ келеді. Сондықтан әрбір қамырға ұн себелей отырып жайып шықтым. Мен булочкаларды екі түрлі жолмен жасап жатырмын. Қазір екінші түріне ішіне салмасын салып түйетін боламын. Мен ішіне осындай шоколадты салдым және қазір суға қайнау барысында ажырап кетпес үшін қатты осылайынан басып жібереміз. Арасына өздеріңізге ұнаған кез келген салманы қосып жасай берсеңіздер болады. Бізде осындай форма дайын болып шықты. Осы арада біздің қазандағы суымыз қайнап дайын тұру керек. Қайнаған судың үстінен 1 шай қасық толтырып ас содасын қостым. Және булочкаларды осының үстінен сала бастаймын. Бастапқы кезде салған булочкамыз қазанның түбіне түсіп кетеді. Кейін осылайша бетіне өздігінен шыға бастайды. Екі жағын бірдей аударып пісіріп аламыз. Бұл жерде қайнап тұрған суға 2-3 минут қана салып аламыз. Одан артық салып алудың қажеті жоқ. Осылай булочкалардың ішіндегі салмасы ашылып, ажырап кетпей, әдемі болып көтеріліп шықты. Енді духовкаға салуға дайындаймыз. Табамызға пергамент қағазын төсеп, оның үстінен судан шыққан булочкаларды салып, үстінен жұмыртқаның сарысын жағып шықтым. Пешке салып 30 минуттың ішінде пісіріп алдым. Бізде осындай өте жұмсақ булочкалар дайын болды. Басқалардан ерекшелігі бұның сырты қытырлақ болады, іші өте жұмсақ болып келеді. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай іші толығымен пісіп және жұмсақ болып шықты. Дәл осы рецеппен жасап көрсеңіз, дәмі өте ерекше болып келеді. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін көптен көп рахмет. Егер сізге видео ұнаса, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жаза кетіңіз.